Сәлемдер, сенімен болған Тоқай қыз. Және де бүгін менде back to school болады. Мен осы канцеляра және де сумка тағы да басқа нәрселерге жасайтын боламын. Кстати, кітап алдыңыздар ма? Мен мысалы кітап алып қойдым. Кстати, мен шу нөмірде 5 сыныпқа көштім, ал осы Токабокада 11 сыныпқа көштім. Сіздерге back to school ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып, және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше мен back to school'ымды бастайын. Ең алдымен бізде осындай, міне мен столда отырмын, яғни сабақ оқитын жерімде отырмын. Мен кітап алып қойдым және барлығын полный алып қойдым, сіздерге обзор жасап шығатын боламын. Мына менде осындай блокнот мінекей. Мен бұған өзімнің армандарымды және де тағы да басқа нәрсе жазатын боламын. Сондықтан да өте қызық болады. Но мен бұған обзор жасай алмаймын, себебі бұл Токабока. Если шу нөмірде болатын болса, обзор жасаушы едім. Бұны обзор жасадым, сондықтан қойып қояйық. Мынақа әйтпесе мешать етеді. Және де келесі менде осындай типа кітап. Бұны маған мама алып берді, потому что бұл білімді көтереді, және де бұл жақта пайдалы әлеуметтер барлығы бар, короче. Сондықтан да осы кітапты алдым, сіздерге де совет етемін, өте күшті кітап екен. Және де келесі бізде осындай пенал, әдемі, өте маған прям ұнады деп айта аламын, 10/10. Және де осындай ручкалары бар, ішінде неше түрлі заттар бар екен, мінекей осындай. Потом осындай мушаға қоя берейік, неше түрлі әртүрлі түстегі ручкалар бар екен. Және де тағы да міне осындай. Мен пенал маған өте прям ұнады, мен бұған тоже 10/10 қоя беремін. Міне осындай өте көп деп айта алмаймын. Аяқта мен бірақ осы жерге өте көп ручка алдым. И осындай линейка, бірақ ол алынбай тұр зачем-то. Сондықтан да осы жерге барлығын қоя салайын. Ал енді осыған обзор жасайтын боламын. Так, осындай маркер 5 сыныпта, яғни 11 сыныпта бұл обязательно керек болады. Сондықтан да енді бір жер қате болып қалса, яғни сызғанға керек болады. Сондықтан да мен оны алдым. И менде тағы да осындай ручка радужный, өте әдемі. Маған негізі ашық радужный түстердің бәрі ұнайды, сондықтан да мен оны аламын. И міне осындай қайшы бізде, обычный қайшы. Мен негізі розовый алайын деген, бірақ та розовый таусылып қалыпты. Сондықтан да осындай сұр очки, короче, қайшыны алдым, очки деппін ғой. И міне, так, қазір алмай жатырмын. Міне осындай фломастерлер алдым, обычный, потому что керек болады деді, сондықтан да алдым. Және де менде екі ағзат қалды, точнее осындай розовый, тағы бір фломастер, и міне тағы көк фломастер. И потом бізде ручка осындай. Құрсын алмай жатырмын, достар, трел қалған ба или. Ладно, осындай ручка көріп тұрғандарыңыздай осы жаққа қоя салайық. Және де бізде осындай өшіргіш дегеніміз, яғни білесіздер ғой, оның енді мен back to school'ды жай түсіріп жатырмын, және де мен сіздерден кешірім сұраймын. Көп кеше шығарамын деп бүгін шығарып отырмын. Себебі менің қолым тимей жатты. Кеше кәдімгідей пикник болды. Маған инстаграмыма тіркеліп кетіңіздер, ол жақта барлық қызықтарды салатын боламын. Вот осындай енді өшіргіш, обычный ғой, ол кәдімгі. Потом кітаптардың атын айтып жіберейін. Қазір және де мені бастайын. Құқық негіздері, және де химия, құрсын алмай жатырмын. Химия, потом дейтін бізде ағылшын, потом география, құрсын достар, география, потом геометрия, потом әскери дайындық, и потом осындай бір, короче, қосымша кітаптар берді еще, плюс бізде сондай. Енді осындай, енді мен осы сумкамды көрсете кетейін. Бұны ашсаң осындай бір замок, потом мына жерді ашсаң болады, бірақ ояқты дұрыс ашылмайды екен. Міне Hello Kitty'дің сумкасын алдым, маған Hello Kitty норм ұнайды, бірақ қатты ұнамайды.
ұнайды деп айтып жүрмеңіздер енді. Короче, менде осындай керек болады деген 11 сыныпқа. Сондықтан да мен осындай розовый бір бәле алдым, бірақ атын ұмытып қалдым. Және де мына жаққа қоя салайын. И бізде киімдерді киіп көрсетейін. Міне осындай киім алдым. Және де бұл өте ұнады. Короче, бір бәле. И осындай форма алдым, кәдімгі обойчыны. И мен осындай тағы бір форма алдым, бірақ ол кішкене ескілеу и біртүрлі деп айта берсем де болады. Мінекей осындай, бірақ маған өте қатты ұнады. Сондықтан да мен бұлардың барлығы ұнамайды, концерттердің барлығы маған ұнады. Міне осындай бардақ болып кетті. И мен бұларды қазір жинауым керек. Ал сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақында сабақ басталып жатыр. Енді жақында көп видеолар шығаруға тырысамын, себебі сабақ басталады. Және сабақ басталғанға дейін көп видео түсіріп салуымыз керек. Барлығына үлгеруіміз керек дегендей. Алыншы, всем пока-пока. Мен негізі 11 сыныпқа көштім. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және комментарий жазып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар, мен сіздерге ответ беремін.